Қалдарыңыз қалай достар? Мен барлығын енді көрсетіп келе жатырмын, барлығын айтып келе жатырмын. Бүгін давайте шамалы әңгіме айтайық, особенно Қытай туралы. Біле жүрейік, Қытайдан товар алғанда біз 90%, даже 90 емес, 100% каргодан товар аламыз. Әлі официальный ештеңе тасыған жоқпыз. Өйткені сөздің шыны керек, ол қатты керек те емес. Біз каргомен жұмыс жасаймыз. Өздеріңіз білесіздер, біз қандай каргомен жұмыс жасайтынымызды, номерін, инстаграмын барлығы бекітіліп тұр. Адрес барлығын жіберіп қойдым. Енді маңызды нәрсе айта кететін. Каргомен жұмыс жасағанда сіздер әрдайым менеджермен сөйлесесіздер. Менеджермен сөйлескенде міндетті түрде бекітіңіздер, қандай упаковкамен товар кетіп бара жатырғанын. Егер де товар хрупкий болса, яғни жылдам сынатын товар болса, өте жақсы упаковкалеңіздер. Ағаш обрешетка шамалы қымбатқа шығады, бірақ лучше біздің товар сау келгеніміз артығырақ. Карго ешқандай да жауап бере алмайды. Осы күнге дейін менде бір емес, бірнеше товарым сынық болып келді Қытайдан. Бұндай кезде карго ештеңе жасамайды. Сол себепті упаковканы өзіміз үшін жасауымыз керек. Қандай стандартный, простой пленка деген темалар керек емес. Әрдайым нормальный упаковка жасаңыздар. Как минимум картон коробка болсын. Товар сызылып кетуі мүмкін, пластиковый жерлер түсіп қалуы мүмкін. Жол, товар деген Қытайдан Қазақстанға дейін келеді. Бұл шамалы расстояние емес. Сол себепті мүмкіндік болса, мүмкіндік бар. Әрдайым упаковкалеп жасаңыздар. Менің расчетный системамды білесіздер. Расчетный системаға салыңыздар. Упаковкеге 100 мың кетеді деп, прочие расходы менде бар, сол жерге жазып отырыңыздар. Карго максимальный жауапкершілік ала алмайды өзіне. Сол себепті өзімізді өзіміз қорғамасақ, бізді қарапайым кәсіпкерлерді ешкім қорғамайды. Күндеріңіз жарық, көздеріңіз ашық болсын.